Құрметті көпшілік, көптен бері сұрап жүрген, іздеп жүрген, қызығып жүрген шымкенттік Тәтібай ағамыздың үйіне келдік. Керемет міне құстары. Шағын ғана бөлмеде бала күннен, балалық шақтан саяхат жасап, осы көгершіндер әлеміне, көгершінге деген махаббатын маздатып, міне керемет бір ерекше құстар. Көк жолақты тақырбастар. Немесе қарапайым сизи дейді, лыси дейді. Ой, аяқ тебет дегендер міне. Гребля деген еске кесіп тұрады, аяғымен тепкілеп. Міне осындай құстар. Мына енді кептер қанасы биік болғанда тіпті керемет көрсететін еді. Тамаша екен міне. Барлығы бір-біріне ұқсайды. Көк жолақты, бірақ бәрін белгілеп қойған, шатасып кетпес үшін, адасып кетпес үшін. Мына қара түстілерді, ой міне ойнап жатыр ән. Ой, тәкең. Бол, тәке. Шулатпайық мына жер әдем. Өз ойнап жүр ғой жаңа, керемет. Ойнау деген артқа қарай шалта тастайды. Аяқ қона алмай тұр. Әне. Қазір қызығын көрсетейін деп жатыр сыртқа тастап. Ал, сырттан бір қызығын көрейік. Еркіндікте бір қызығын көрейік. Кәні. Кіре ма сосын қайтып кетіп қалмай ма? Үйренге ғана. Кән тәке бір. Міне әріптестері, ауылдастары барлығы жиналып. Мынанда біраз болды отырғанына. Бір айдан асып кетті ол. Бұл неше жылдық? Бұл биылғы балапан. Биылғы балапан жас екен ғой? Қазір жұбы бар ғой, Ұрғашы бола деген мойын жіңішке екен. Еркек му? Баркава деп болу? Кәні көрейік. Бәрі ойын деген ғой? Бәрі ойын. Міне. Кәні. Эй, ғажапсың ғой сен. Ай, ерекшесің ғой. Ай, шіркін ай. Тәке. Тәке, көрдіңіз ба? Қандай әдемі. Соны нешеге бағалаймыз? Сол жаңағы құсты. Оның шешесін 100 мыңға сатқым. Енді өзін? Өзін пока тұқым аламын. Өзінің балапан алам дейсіз ба? Мына ұяда неше кептер бар? Бұл жақта 50 шақты бар. 50 шақты? Ой, әдемі екен. Енді қымбатындай тұмсық кішкентай жаңа көрмеге қатысқандай құстар бақпайсыз ба? Осы маған жетеді. Неге ондай қызықпайсыз ба? Ондай қызықпайсыз ба? Оған қызықпаймын. Осылар маған ұшыратын? Ұшқанға ыңғайлы. Осы Шымкентте сіз үшін ең аса қадірлі, құрметті құсшы кім? Бір сыйлайтын өзіңіз, құрмет тұтатын. Енді бүйтіп араласып жүргендерден балдар бар ғой жерде. Ермек бауырым бар. Ермек деген нақсы ғой, ініңіз ба? Өткенде шалқарды сатқан осы ма? Екі жүкті сатқан осы кісі ма? Бауырың сатқан екен ғой сізге. Дұрыс, ерекең. Өткенде Түркістанда көрмеде шұбарлары орын алды. Қазір үйде неше құс бар? Бар ғой. Барып көреміз қазір. Әзірге тәкең әлемінен шықпай-ақ қояйық. Тәке ішіндегі ең бағалы құс қайсы сіз үшін? Жақын, жаныңызға жақын. Соны көрмесеңіз ауырып қалатын. Ақтар ғой. Неге енді ана жолақтылар әдемі емес, аяқ үлкен. Жолақтылар енді ол өзімнің немді былай жеңіл желпі үйреніп қалған. Көруге, ұшуға, ойын, көз қуантатын. Ана ақтардың бір ағым бар. Соның балдары олар сатпаймын да. Сағаттап ұша ма? Сағаттап ұшады. Ойынға бір тікке ұшқан кезде неше рет ойнайды бір тартқанда? 3 реттен ойнап отыр. 3 реттен. Ішіндегі сіз үшін ең қымбат әдемі жақсы көретініңіз қайсысы? Осы жерде көрініп тұр ма? Бір жеке бір құс болады ғой. Жеке құс жаңағы ғой, сизи ғой. Сизи ма? Сол өзі балапан кезінде өзім қолмен кәмітеттім оны. Ең ауыр тиген жыл қай жыл? Қырылып, мысық жеп, аурудан бір келіп, ауру келіп, дерт келіп болған жоқ па? Себеп неде? Көпшіліктің адамдары қанша қарап жатыр, дәрі, витамин береді, өліп жатыр. Сіздікі неге ауырған жоқ? Себебі қалай? Ауыра ма? Бірақ жақсылары қалады. Көбінесе табиғатқа шығарасыз, табиғатқа. Жерде осы. Жерге бересің тамақты. Ең қауіпті ауру көгершін үшін қандай? Вертяк. Вертяк, бас айналатын ба? Оның емі жоқ, Оның емі бар дейді, бірақ білмеймін. Сізде ауырып, емделіп, жазылған немесе өлгені бар ма сондай?
Менде жазылғаны жүр. Бар ма? Көрсетейін. Көрейік. Басы қисайып қалды ма жоқ? Иә, басы қисайып қалды. Көрейік. Оны қазір алып шығамын. Иә, алып шығыңыз, мен аны көрейік. Гүл. Иә, бір қызық дүние. Басы қисайып ауырған дейді, жазылған дейді. Міне 2 қабатты құсшылардың ұясы осындай болады. Осындай ұядан шығады неше түрлі керемет дүниелер. Неше түрлі ғажаптар. Енді тәкең кіре тұрсын ұясына. Біз ана жақтағы ғажап әлемге бара тұрайықшы. Иә, шын мәнісінде шағын ғана осындай жаздық қорада міне. Жаздық ұяда керемет құстар бар, қараңдаршы. Денелері қандай, байпақтары қандай керемет міне ұяда. Қона алмай жүр. Және барлық бір-біріне ұқсайды. Әне кетті қона алмай. Мына жақта енді бәрін шығарып жатыр. Барлығын шығарды. Ой, міне. Кешмеш, краб, ақтар. Бұл неше жыл болды ауырып жазылғанына? 5 жылдай болды. 5 жылдай? Жазылған жоқ, осы. Балапан берді ма? Балапан береді, бағат, қағат. Ұшпайды тек. Ұшпайды. Бірақ жерде жайылып жүре береді. Қолға ұстағанда қисайып қалады, жіберсең тік жүреді. Қазір жіберсек жүре ма? Жерді берді жүрмейді ау. Ішке үйреніп қалған бұл. Мені балапан беріп жатыр дейді. Ұяда жүр дейді. Балапан бағат дейді. Мұны өзі басады. Өзі басады дейді. Өзі асып шығады. Демек, хронический болып қалған ғой. Бұл неше жылдық құс? Менде жүргеніне 5 жыл болды, ол жақта 1 жыл болған, 6 жыл. 6 жыл болды? 6 жылдық қорғаш, самка бар. Мыналардың ішінде ең жақсы ұшып ойнайтын қайсысы? Ұшып ойнайтын жаңағы екеуі ғой. Екі көк па? Кешмешпен, иә. Екі кешмеш. Бір жерде краб дейді, бір жерде кешмеш дейді. Мына ойнайын деп жүр ғой. Осы түрімен ұшып жүр, е? Балапан бағат. Бірінші сұрағанымда сатпай қойған 50 мыңға. Аха. Бірақ жерден ұшқан кезде бір 40-50 метр тартып кеткен. Бұрындап. Содан кейін, бір айдан кейін звондап, керек болса ақ кетіңіз деді, емдеу аласыз деді. Сонымен емдер түпайтпай. Неше балапан алдыңыз? 10-15 бақыт. Жақсы шама балапандар? Балапандардың бәрі греблямен. Керемет. Бір жылда осы құсқа неше килограмм жем аласыз бір жылда? Бір жылда 6 қап, 7 қап кетеді. 300-400 килограммдай ма? Неше теңгеге дәрі аласыз? Дәрі көп алмаймын. Көп алмайсыз ба? В основном жерде жүргеннен кейін, далада жүргеннен кейін, бөтен кептер келген кезде болмаса, так ауырмайды. Қазір таңда қолыңызға түсіре алмай жүрген, бір қап алу керек еді деп армандап жүрген қандай құс бар? Бәрін ақ қойдым, отыр. Толық па? Толық. Енді сату жағы қалай болып жатыр? Сатасыз ба жоқ, осы күй қала ма? Бұлар қалады. Көбейтесіз ғой, Көбейтемін. Енді келер жыл көктемге, маусымға дайынсыз ғой? Дайынбыз. Мынаның жұбы қандай, қисықбастың? Мұның жұбы іште. Іште отыр ма? Бұл неге бұл ұяда жүр? Бөліп отырмын. Бөліп отырсыз ба? Қазір 1-2 ай демалсын дейсіз ғой, қыс уақытында. Ол өте орынды. Ол негізі қаншалықты пайдалы еркек ұрғаш үшін бөлген? Бөлген дұрыс па? Жақсы қарайды. 1-2 ай демалады. Керемет. Милары тынышталады десем. Биыл неше рет түледі құстарыңыз? Ай болсын, білмеймін, түлеп отыр. Биыл күн жылы болып тұр ғой, көп түледі. Сіздікі неше рет түледі шамамен? Байқамадым. Байқамадыңыз ба? Тазалай бересің. Бірақ ауырған жоқ, биыл. Қандай витаминдер бересіз ертең көктемге? Шөп, пияз. В основном перец қой. Ащы бұрыш. Стручковый. Оның қандай көмегі бар? Қыздырады ғой, іштері суықтайды, мойындары суықтайды, суықтан ғой бәрі. Ішек жолдардың бәрі ауырады, содан болады дейсіз ғой. Керемет. Солар қыздырады. Тәке, қазіргі жаңадан бастап жүрген жастарға не айтасыз? Енді жастар қазір көбісі бәрі телефонға кіріп кеткен ғой. Құсқа қызығатын кемдегем. Кемдегем дейсіз ба? Тәуелсіздік мерекеміз келе жатыр ертең. Бүгін көрме өтті. Соған бір жақсы тілек айтып жіберсеңіз. Иә, Құда қаласа ескі жылымыз жақсы. Қапагершілік жоқ. Келер жылға аман есен, жақсы төрт көзіміз түгел жете берейік. Аман есен жүре берейік. Барлық өршіндеріміз қуата берсін, самғай берсін.
Қазақстан еліміз заманымыз тыныш болып, өте бір бала шағаның бәрі аман болып, үлкен кісілеріміз аман болып, бәріміз аман есен жүздесе берейік. Тамаша тәке. Тұрыңыз ереке. Рахмет тілегіңізге. Рахмет, көрдім. Көптен бері TikToктан, Instagramдан көріп, YouTube'дан көріп армандап жүремін. Ой, тәкеңе бір барып қайтып, міне арман орындалды. Бүгін өз армандар орындалатын күн. Себебі біз тәкеңнің көгершін және махаббат әлеміндеміз. Тәкеңнің көк жолақты құстары, міне. Шын мәнісінде ғажап. Я қол жеткен ғана бағат, қол жеткен ғана алат. Махаббаты маздап тұрған азаматтар осындай көгершіндерді бағат. Тәкеңнің көгершіндер әлемі. Көгершін және махаббат әлемі. Махаббат және көгершін әлемі. YouTube арнамыз қосулы болсын.